Ақтауда Каспий маңы елдерінің 5-ші саммиті өтті. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыртуымен жиынға Әзербайжан, Иран, Ресей Федерациясы мен Түркменстан Республикасының президенттері қатысты. Отырыста мемлекет басшылары ұсыныс пікірлерін айтып, ойларымен бөлісті. Толығырақ келесі бейне материалда. Тарихи сәт Ақтауда Каспий бестігінің көшбасшылары бас қосты. Негізгі себеп Каспий маңы елдерінің 5-ші саммиті. Келелі кездесуге келген мемлекет басшыларын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қарсы алды. Алқалы жиында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашып, күн тәртібіне қойылған негізгі мәселелерге тоқталды. Атап айтқанда Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі, әріптестік байланысты нығайту және сыртқы саясаттағы ұстаным тақырыптарына мән берілді. Нұрсұлтан Назарбаев 5 елдің алдында тұрған басты міндет Каспийдің экожүйесін сақтауға баса назар аудару керектігін айтты. Особое внимание в работе по сохранению... 12 тамыз Каспий теңізінің күні. Бүгін тарихи шешімдер қабылданады. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін айқындап, тараптарға ортақ су айдынында ынтымақтастықты жандандыруымыз қажет. Көк айдынды дамытып, оның табиғи байлығын сақтауымыз керек. Атап айтқанда, Каспий экожүйесін сақтау бойынша жұмыста негізгі екпін бекіре тұқымдастарының гендік қорын қорғауға қойылуы тиіс. Бұл балықтың әлемдік деңгейдегі 90% бізде. Соңғы 10 жылда балық саны 10 есеге азайған. Бұл тұрғыда осы мәселені назарға алуымыз керек. Ал Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны қабылдау, халықаралық құқық принциптері мен нормаларына сәйкес мемлекеттер арасындағы теңізді бөлу процесін аяқтауға көмектесетінін мәлімдеді. Әзербайжандық тарап көк айдында кеме қатынасын дамытуды ұсынды. 260 судов. Әзербайжан солтүстік оңтүстік халықаралық көлік дәлізін дамытуда маңызды рөл атқарады. Біз бұл жобаға баса назар аударамыз. Былтыр Әзербайжан аумағынан солтүстік оңтүстік бағыты бойынша 1700 жүк тонна өткізілді. Жыл басынан бері 170 000 тонна жүк жөнелтілді. Бұл жүк айналымның бірнеше есе өскенінің көрінісі. Ресей президенті болса цифрлық экономикаға, туризмді дамытуға назар аударуға шақырды. На основе консенсуса и взаимного учета интересов Консенсус пен мүдделерді өзара ескере отырып, заманауи әрі теңдестірілген халықаралық құжат, яғни конвенция әзірленді. Конвенция қажетті жүктеу шараларын, кеменің жүзуі мен балық аулау режимдерін айқын регламенттейді. Қатысушы елдердің әскери саяси өзара іс-қимылының ұстанымдарын белгілейді. Сонымен қатар, Каспийді тек бейбіт мақсаттарда пайдалануға кепілдік берілген. Ал Иран президенті Каспийде экономика, көлік, экология, қауіпсіздік салаларында ынтымақтастық орнатудың маңызына тоқталса, түркмендік делегация келесі саммитті Түркменстанда өткізуді ұсынды. Айман Нұрмағамбет, Саламат Қайыпов, Каспий ақпарат.